Сәлем достар. Бүгін сіздермен 2018 жылы шыққан «Темное отражение» фильмін қысқаша баяндаймыз. Құрама штатта балалар мен жасөспірімдер арасында өлімге апаратын ауру тарайды. Бұл ауру жұқпалы әрі өте тез тарайды. Алайда бұл ауру үлкендерге қауіпсіз, тек балалар үшін өлімге апарады. Осы аурудың нәтижесінде 98% балалар мен жасөспірімдер қаза болады. Тек аман қалған 2% балалардың есі ауысып кетеді. Бұл балаларда қоғамға қауіп төндіретін ерекше күш пайда болады. Мемлекет барлық ата-аналарға аман қалған балаларын емдетіп, зерттеу жүргізу үшін лагерге берулерін талап етеді. Осы уақытта Америка президенті Грей өзінің ұлы Клейнсиде осы аурумен ауырғанын, және қазіргі таңда лагерде ем қабылдап, жағдайы жақсарып келе жатқанын айтады. Лагерде дәрігерлер балалардың жағдайына қарай 5 топқа бөледі. Бірінші ақылды балалар жасыл түс. Екіншісі ерекше күш пайда болғандар көк түс. Үшінші топ қуатымен манипуляциялайтындар сары түс. Бұл үшеуі қауіпсіз. Және олар тек лагерде ем қабылдай алады. Төртінші топтағы түс қызыл түсті өте қауіпті болып табылады. Олар отты басқарады. Бесінші топ оранжевый түс. Олар адамдардың ақыл ойын басқарады және ойына кіріптегенін жасатады. Қызыл және оранжевый түстілер сирек кездесетіндіктен мемлекет оларды өте қауіпті санайды. Және оларды көрген бойда өлтіруге бұйрық береді. Фильмнің басты кейіпкері Руби есімді қыз. Оның ата-анасы алаңдаулы, өйткені айналадағы балалардың көбісі қаза тапты, тек Руби ғана әлі тірі. Ұйықтап жатқан анасының жанына келген Руби анасының қолынан ұстай бергенде көз алдына елес көреді. Таңертең анасы қызын танымай қалады. Рубиді лагерге алып кетулерін сұрап, оны алып кетеді. Рубиді басқа балалармен қосып емдеу лагеріне алып келеді. Әкелінген әр баланы дәрігер қай топта жататынын білу үшін жіті тексереді. Рубиді тексеріске әкеледі. Оны оранжевый түсті топқа жатқызады. Ол түс өте қауіпті болғандықтан дәрігер бірден өлтіретін укол салмақшы болады. Бірақ Руби адамдардың ақыл ойын басқара алатындықтан дәрігерді жасыл түсті топқа жатқыз деп айтады. Жасыл түс қауіпсіз. Лагерде 3 түсті топ бар. Олар жасыл, көк және сары түс. Бірақ қызыл және оранжевый түстер жоқ, өйткені олардың барлығы қауіпті болғандықтан бірден өлтірілген. Руби жасыл түсті болып лагерде өмір сүреді. Арада 6 жыл өтеді. Лагерде балаларға топ бойынша жұмыс жасатады. Рубидің басқаларға қарағанда ақымақтау екенін байқаған капитан оған келіп тиіседі. Бірақ жанында тұрған қыз капитанды мазақ етіп, Рубиді қорғайды. Бұл ісі капитанның ашуына тиеді де, қызды жазалау үшін алып кетеді. Лагерде балаларға өте жаман қарайды. Кейінірек лагерде тест болады. Бұл тестте тек балалар ести алатын өте қатты дауыс қолданылады. Тест барысында Руби есінен танып құлайды. Оны Кейт есімді дәрігерге тексеру үшін апарады. Дәрігер Кейт Рубиге жасырын хат қалдырады. Хатта оның оранжевый топқа жататынын біліп қойғанын және оны өлтіретінін, аман қалу үшін тезірек кету керектігін айтады. Руби мен дәрігер қашпақшы болады. Сол уақытта барлық офицерлерге Рубиді іздеуге бұйрық береді. Руби дәрігердің машинасына мініп, жүріп бара жатқанда бақылау пунктіндегі офицер тоқтатады. Руби өз күшін пайдаланып, офицердің ойын басқарады. Солайша екеуі лагерден шығып кетеді. 6 жылдан соң Руби бостандыққа шықты. Кейт Рубиге өзіне қауіп төнген уақытта батырманы басып көмекке шақырасың деп алқа береді. Кейт өзінің балаларды лагерден құтқарып, мемлекеттің әділетсіздігімен күресетінін айтып түсіндіреді. Кейт Рубиді заправкаға өзінің жігіті Робқа апарады. Руби құлағалы жатқанда Роб қолынан ұстап қалады. Сонда Рубиге Робтың балаларды мазақ етіп жатқаны елестейді. Руби оларға күмәнмен қарайды. Руби киімін ауыстырып жатқанда электр қуатын басқаратын кішкентай қызды көреді. Рубиді көре сала қаша жөнеледі. Руби қыздың соңынан қуады. Қыз фургонға отырады. Руби дәрігерден тығылмақ болып соңынан отырады. Қыздың есімі Зу, ол мылқау, және өзінің қабілетінің салдарынан қолына перчатка киіп жүреді. Зудың жанында Лиам және Чарльз есімді 2 жігіт бар. Лиам көк түсті, Чарльз жасыл түсті топқа жатады. Олар Рубиді өздерімен ертеді. Жолда Леди Джейн есімді әйел машинамен жолығады. Ол ақшаға жалданған балаларды аңдитын әйел. Кейтте олардың соңынан қуады. Бірақ Лиам өзінің күшін қолданып, жапырақтарды ұшырады, тіпті ағашты құлатып жолды жабады. Осылайша қашып құтылады.
бір-бірлерін тани бастады. Тек Руби өзінің оранжевый екенін жасырып, жасыл түстімін дейді. Лиам қашқыншы есіммен танылған белгісіз адамның балаларды қорғау үшін лагер құрғандығын және олардың сонда баратындарын айтады. Олар қашқыншының кім екенін білмейді, бірақ ол оранжевый түсті секілді. Балалар лигасын басқаратын дәрігер Кейт және Лиам сол лиганың мүшесі болған екен. Ол лигада балалардың күшін мемлекетке қарсы күресуге жаттықтырады. Солдат болғысы келмеген Лиам лигадан қашып кеткенін айтады. Руби және балалар қонақ үйге тоқтайды және сонда қонады. Руби ата-анасын есіне алады. Ол өз күшін басқара алмай білместіктен олардың жадынан өзін өшіріп тастаған. Руби ұйықтап жатқанда Зудың қолынан байқаусыз ұстап қалады. Зудың лагерде болғандығы, Зу және бірнеше балалар Лиамның бастауымен көтеріліс ұйымдастырып қашатыны елестейді. Лагерде алған жарақаттың кесірінен Зу мылқау болып қалған екен. Олар таңертең қажетті заттарын алуға супермаркетке келеді. Оларда жарқын балалық шақ болмағандықтан, ол жақта ойнап күліп, уақытты керемет өткізеді. Кенеттен олар жоғарыға көтеріліп бірнеше адамның басқаруына ілінеді. Зу оларды электр тоғымен тоқтатады. Оларда өздері секілді балалар екен. Олар түнімен Стивер балалар лагері туралы әңгімелеседі. Олар лагердің қайда орналасқанын біледі, бірақ Руби мен оның достарына жасырын болғандықтан айта алмайды. Сонда Руби өзінің қабілетін пайдаланады да, олардың біреуінің ойын басқарып, лагердің орналасқан жері Идо әрпінен тұратынын біліп алады. Сол түні Чарльз Идоның не мағына беретінін іздейді, ол ештеңе таппайды. Бірақ Рубимен сөйлесу барысында Ида радиожиілік болуы мүмкін екенін түсінеді. Ол әріптердің мағынасын шешеді. I5, D4, O0. Және ол радиожиілікке 5-4-0 сандарын қолданады. Олар радиожиіліктен хабарлама алады, және лагердің орналасқан жері Вирджиния штаты Лейк Принц екенін біледі. Келесі күні жолда олар балаларды аулайтын Леди Джейнге тап болады. Және ол балаларды құлату үшін өзінің қаруынан қатты дауысты шығарады. Бірақ Руби өзінің қабілетімен Джейннің ойын басқарып оның кетуін бұйырады. Достары аң-таң боп қалады. Өзінің қабілетінен қысылатын Руби олардан жасырған үшін кешірім сұрайды. Уақыт өте Руби Лиамға сенім білдіреді де, олар бірін-бірі ұната бастайды. Олар ары қарай жолға шығып Вирджиния штатындағы лагерге келеді. Ол жақтан басқада балаларды көрген олар таңырқап қалады, өйткені мұнша көп балаларды көптен бері көрмеген. Қашқыншы лақабаты бар белгісіз адам, президент Кленсидің ұлы Грей Кленси екен, ол да Руби секілді оранжевый түсті. Кешке оларда би кеші болады. Руби мен Лиам билейді. Таңертең оларға тапсырма беріледі. Руби Кленсиге көмек көрсетуге тапсырылады. Кленси өзінің осы аурумен ауырғандардың алғашқысы екенін, және мемлекет дәрі жасап шығару мақсатында неше түрлі сынама түрін өткізгенін, бірақ ешқандай нәтиже шықпаған соң, президент халыққа дәріні таптық деп алдаған. Ол қашып шығып, балалар лагерін құрған. Сонан кейін Кленси Рубиге өзінің қабілетін адамдарды ұстамай-ақ қалай олардың ойын басқару керектігін үйретеді. Руби жасай алады. Енді Руби адамның есін өшіруді үйретеді. Сол сәтте Кленси Рубидің ойына кіріп оның ойын басқарады, және Рубиді сүйгісі келеді. Руби есін жиып, ашулана оны ұрып қашып шығады. Руби мен достары лагерден кетуге шешім қабылдайды, бірақ қашу барысында әскерилер қоршауға алады. Лиам соққы жасамақшы болғанда есінен танып құлайды. Кленси оның есінен айырған. Кленси капитанмен хабарласып барлық балаларды тұтқындамақшы болады. Кленси әкесінің ойын басқарып, мемлекетті өз бақылауына алған. Оның басты мақсаты ешкімнен ешқашан зорлық, зомбылық көрмес үшін ерекше күшке ие балалардан армия құру. Руби капитанның ойын басқарып, өз-өзін өлтіруге бұйырады, ал Зу ол жерден қашып шығу үшін электр тоғын қолданады. Кенеттен балаларды тұтқындау үшін тікұшақпен қаруланған әскер келеді. Әскерилер отты басқаратын қызыл топтағы балаларда келген. Мемлекет оларды жасырын түрде қарумен қарулап, жаттықтырады екен. Олар лагерді отқа орайды. Олар Лиам мен оның достарын өртемекші болады, бірақ Лиам өзінің күшін қолданып тойтарыс береді. Кенеттен Кленси келіп, барлық балалардың ойын басқарғысы келеді. Лиам және басқа балалар ол жерден кетуге мәжбүр болады, өйткені Рубидің Кленсиге қарсы тұра алатын күші бар. Руби өз күшін пайдаланып әскерилерді өз жағына шығарады. Бірақ Кленси қаталдық танытып олардың ойын басқарып оларды бір-бірін атуға бұйырады.
Сонан кейін Клейнси өзінің жаңа қабілетін пайдаланып, Рубидің ойына кіріп, өз жағы шығарып, достарын өшірмекші болады. Бірақ Руби тікұшақтағы ұшқыштың ойын басқарады да, тікұшақ құлап, жарылады. Руби Чарльстың көмегімен ол жерден шығады. Бірақ жарылыс кезінде, Чарльсты қатты күйік шалып жарақаттанады. Рубидің дәрігер Кейт берген батырмасын басудан басқа амалы қалмайды. Таңертең Кейт командасымен оларды алып кетуге келеді. Чарльсты ауруханаға жатқызады, ал Зуды жақсы отбасы тәрбиелігіне алады, ал Лиам Лигадан қашқан үшін қамауға алынады. Лиам Лига туралы көп мәлімет біледі, сол себепті оны жібермейді. Руби Лиамды босату үшін Кейтпен келісімге келеді. Лиганың мүшесі болып, мемлекетке қарсы күресуге дайын екенін айтады. Бірақ Лиамның Рубисіз кетпейтініне Кейт сенімді болады. Руби мен Лиам кездесті. Лиам бұл жерден кетіп, екеуінің болашағына жоспарларын айтады. Бірақ Руби Лиамды босатып, Лигаға мүше болу үшін өзін оның ойынан өшіруге мәжбүр болады. Рубимен болған естеліктер, фургондағы алғашқы кездесу, олардың сөйлескені, билегені барлығы ойынан өшіріліп қалады. Кенеттен Лиам Рубиді танымайды, ол кетіп қалады, оның кеткеніне Руби жылайды. Фильмнің соңында Руби балалар лигасына қосылып, олармен бірге жаттығады. Бірақ бұл Руби мен достарының соңғы шайқасы емес, өйткені Клейнси тірі қалған екен, және олардың шайқасы әлі алда. Фильмнен алған әсеріңізді пікірге қалдырыңыз, каналға тіркеліп қолдау білдірейік.